Армысыздар құрметті көрермен, бұл Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасы. Бүгін бізде кезекті подкаст. Бүгінгі подкастымыз өте танымды, әсіресе ата-аналарға және олардың балаларына өте маңызды болады деп ойлаймыз. Бүгін білім беру мәселесін көтереміз. Орта білім беру, мектептер тақырыбында әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгін бізде студияда қонақта ерекше жан, бұл кісіні мен бірінші кезекте Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты деген регалийден бөлек бұрыннан білем. Философия ғылымдарының докторы, саясаттанушы Жұлдыз Сүлейменова. Жұлдыз ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Бұл енді подкаст, сұхбат емес, жеңіл форматта, бірақ осындай емін-еркін форматта отыр. Біз енді жаздан бері жоспарлап едік, бүгінге түсіп тұр сәті. Соған да қуаныштымын. Соған қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Ең басты жұмыстарыңыз қалай? Бәрі дұрыс, бәрі орынды. Шүкір, жақсы. Жұмыстарыңызды сәттілік тілеймін. Қазіргі таңда бізді көрермен, ата-ана мектепке байланысты бізді үнемі көреді, бақылайды. Қазір Жұлдыз ханым не айтады деген сияқты. Бірінші кезекте бұл ауыл мектептері. Ауыл мектептерінен бастайық, артынша қаладағы мектептер, артынша зияткерлік мектептер, сол мәселелерге ойыса береміз. Ауыл мектептерінде қазіргі таңда енді президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 3 ауысымды мектептердің саны азаяды, апатты жағдайдағы мектептер азаяды, тамақтандыру мәселесі реттеледі деген. Осыны нақтылап өзіңіз тарқатып айтып беріңізші, қандай мәселелер көтерілейін деп жатыр? Негізі өте халықтың көкейінде жүрген өзекті сұрақтардың бірін көтеріп отырсыз. Қазіргі таңда бізде 3 ауысымды және апатты жағдайдағы мектептер проблемасы әлі күнге дейін шешілмей отыр. Оны мемлекет басшысы да өзі қайта-қайта айтты. Дәл қазір 151 3 ауысымда және 37 апатты жағдайдағы мектеп бар. Бірақ келесі жылы бұдан саны өсуі мүмкін. Не себепті? 3 ауысымды деген бұл бірінші демографиялық жағдайға байланысты, екінші миграцияға байланысты. Ең үлкен 3 ауысымды мектеп бұл 56 мектеп Алматы облысында. Оның ішінде Алматы қаласына бойлай орналасқан ауылды елді мекендерге жақын балалардың көшіп келуі, отбасылардың көшіп келуі жыл өткен сайын көбеюде. Оның негізгі себебі азаматтардың жаңағы базарымыз бар, барахолка бар, тағы да басқа жұмыстарға келіп, сол жерде қоныстануына байланысты. Сондықтан дәл қазір статистикаға келсек, 3 ауысымды деген кезде 56 мектеп Алматы облысында, 10 мектеп Атырау облысында, 10 мектеп Батыс Қазақстан облысында. Қалғандарында енді 5 мектеп, 3 мектеп бұл кете береді. Бірақ үлкен мәселе бұл мегаполистерге келеді, өйткені азаматтарымыз жақсы өмір үшін, балаларының жақсы болашағы үшін ауылдан қалаға көшіп келу миграциялық сондағыдай легі тоқтамай тұр. Екінші, апатты жағдайдағы мектептер. Бізде эксплуатацияға берілгеннен бастап ешқандай күрделі жөндеу көрмеген 50 жыл жұмыс жасаған мектептер бар. Яғни біз күрделі жөндеу жасамасақ, онда апатты жағдайдағы мектептеріміздің саны өсе береді. Оның біреуінің төбесін ауыстыру керек, біреуінің мысалы қабырғасы қақырап тұр, енді 50 жыл бойы үйімізді де біз 50 жыл жөндемесек, дәл сондай болатын еді ғой. Сондықтан бұл мәселенің шешімін Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында қалай көрініс тапқан? Ең маған қонымдысы, бізде қазір 7500 мектеп бар. Оның 6000-ы ауылдық жерде орналасқан, 2000-ы шағын жинақты мектептер және 4000-ы ауылдағы толыққанды мектептер. Яғни 1200 баладан 3600 балаға дейін оқитын, білім беретін мектептер. Ең көңілге қонымдысы және көп айтылмай қалғаны, жыл сайын біз 1000 мектепке күрделі жөндеу өткіземіз деп нақты жазылған. Яғни осы уақытқа дейін біз қайта-қайта көтерген мәселе, биыл 103 қана мектепке күрделі жөндеу өткізді. Мысалы 7500 мектептің 100 мектебіне ғана күрделі жөндеу өткізу, ол шын айтқанда өте аз үлес салмағын көрсетеді. Яғни қақырап тұрған мектептеріміздің саны көбейіп жатыр да, ал оның орнын толтыратын күрделі жөндеу жасайтын механизмдер оны қуып жете алмай жатыр. Сосын екінші мәселе, жалпы күрделі жөндеу деген өткізудің бюджеттегі бабы бұл жергілікті атқарушы билік органының бюджетіне байланысты. Енді жергілікті атқарушы билік органына жалпы республикалық бюджеттен нақты трансферт бөлінбесе, онда ол жолға сал жіберу мүмкін, ол суға жіберу мүмкін, кейбір жаңағыдай үй салуға жібереді. Енді оның бәрі сол өңірдің қажеттілігіне байланысты ғой. Сосын мектеп тұр ғой,
әйтеуір мектепке келесі бір жіберерміз дейді да. Сөйтіп жібермей келген. Енді сайлауалды бағдарламада көрініс тапқаннан кейін қазір Қаржы министрлігі бұған арнайы республикалық бюджеттен трансферттер қарайды. Яғни бөлінген қаражат нысаналы тұрғыда тек қана күрделі жөндеуге жібереді. Және бұл 100-200 емес 1000 мектеп. Сондықтан менің ойымша 6 жылда біз осындай апатты жағдайда тұрған, немесе апатты жағдайда алып қойып, жалпы эксплуатацияда 50 жыл қызмет еткен мектепті жөндеп алуға мүмкіндігіміз бар. Енді бұның екінші мәселесі бар. Біз инклюзивті білім деген заң қабылданды. Яғни бізде қазір жағдай жақсы, денсаулығы, қажеттілігі жоқ, кәдімгі денсаулығы қалыпты балалармен, денсаулығында қажеттіліктері бар, мүгедектігі бар балалар, өзінің диагноздарына байланысты жеңіл және орташа жеңіл диагноздағы балалар қалыпты балалармен бірге оқитындай мүмкіндік жасап отырмыз. Өйткені оның жалпы ар жағында біз мүгедектігі бар азаматтарды қоғамға қайтадан біріктіру, яғни олар оқшаулау емес. Мысалы, менің ауылымда бір бала салмен ауырды. Біз оны көрмейтінбіз. Өйткені біздің қоғамда сондай көрсетпеу, өзінде бір сондай мәдениет қалыптасқан. Кейін бір студент болып үйге барған кезде оның мамасының соншалық шөгіп кеткендігін көрдім да. Яғни бұндай балалар дүниеге келген кезде баланың ауыртпалығы отбасына, оның ішінде анасына түседі. Сосын бізде не мектепте, не колледжде, не университетте ол балаларға жағдай жасалмағандықтан, ол балалардың қазіргі таңда 700 мыңнан астам мүгедектігі бар адамдар бар. Біз оларға тек қана әлеуметтік көмектерді ғана беріп отырмыз, бірақ одан бөлек дамыған барлық мемлекеттерде бұл азаматтардың жалпы қоғамда жұмыс жасауына, өздерінің қабілет қарымдарына байланысты қоғамға пайдалы болуына механизмдер бар. Сондықтан біз 2 заң жобасын осыған бастамашылдық көтердік, мемлекет басшысы қолдады. Содан кейін енді мына күрделі жөндеу өткізуде тек қана қабырғасын немесе еденін ауыстыру емес, бұл жерде толыққанды, тіпті электр жүйелерін ауыстыру, инженерлік жүйелерді ауыстыру, пандус қою мәселесі, мүмкіндігі болып жатса, мектептің құрылысы көтеріп жатса, лифт қою мәселесі. Яғни ертеңгі күні осындай мүгедектігі бар балалар келген жағдайда бұл балалардың жалпы толыққанды білім алуына жағдай жасау. Міне осы тұрғыдан маған сайлауалды бағдарламадағы осындай концептуалды және жүйелі көптен бері шешімін таппаған мәселенің қаржылық тұрғыдан, сосын инфраструктуралық тұрғыдан шешім табу қуантады. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе 3 ауысымды мектептер. Жалпы біз 3 ауысымды мектептерді біраз шешіп қалдық қой. Мысалы, бір кезеңде бізде экономиканың қарқыны тек 100 мектеппен 100 аурухана салуға мүмкіндігіміз болды. Қазіргі таңда араға 10 шақты жыл салып, біз 1000 мектеп салуды бастап кеттік. Мысалы, биылдың өзінде соңғы 3 жылдағы динамиканы қарайтын болсақ, Нұрсұлтан, біз 490 мектеп салынған. Яғни соңғы 3 жылда. Енді қазір мемлекет басшысы 1.500.000 оқушы орнының тапшылығын шешу мәселесін қойды. Содан кейін балаға қолайлы білім ортасын қалыптастыру мәселесін қойды. Бұл дегеніміз не? 2026 жылға қарай бізде оқушы орнының тапшылығы 1 миллион еді. Ал енді бұған 500.000-ды қосып отырғандығы, яғни үлкен мегаполисті қалаларда, облыс орталықтарында бізде кейбір мектептеріміз жайлап бір ауысымға ауыса бастайды. Бір ауысым дегеніміз таңертең бала барып түске дейін өзінің негізгі пәндерін оқиды. Түстен кейін оның өзінің элективті курстары, спорт секциялары, үйірмелері болады. Егер жоғары сынып болса, олар емтиханға дайындалады және өзінің кәсіби бағдарына байланысты, мамандық таңдауына байланысты ұлттық бірыңғай тестке дайындалады. Бұл модель жалпы дамыған барлық мемлекеттердегі зерттеулерге қарасаңыз, жастардың еңбек нарығына жақсы дайындығы дегеніміз, яғни оның бос уақытын тиімді өткізу, оны болашаққа бағдарлау. Оның ішінде, мысалы, алдағы 10 жылда, мысалы, бір адам 3 мамандықты ауыстыратына дейін зерттеулер бар. Яғни біз, мысалы, бір мамандықты алып, сол мамандықпен өмір бақи жұмыс жасай алмаймыз. 10 жылда 3 мамандық ауысады деген футуристік зерттеулердің өзі нені көрсетеді? Яғни біз балаға жақсы білім беруіміз керек, жақсы дағдыны қалыптастыруымыз керек, жақсы құзыреттіліктер беру керек. Осының үшінің негізінде мінез құлық қалыптасады. Содан кейін бала кез келген ортада өзін икемделіп, өзіне қажетті жағдай жасап алуға мүмкіндік болады. Былтырғы жылы мемлекет басшысы
өмір бойы білім алу концепциясына қол қойды. Яғни біз енді мысалы мамандығымыз ауысты ма, соған байланысты біліктілігімізді арттырып, кейбір құзыреттіліктерімізді қайтадан қарастырып, жетілдіріп, басқа жұмысқа ауыса беруге бізде де қазір жетіліп келе жатыр деген сөз. Енді ауыл мектептеріне келсек, мен өзім ауыл мектебінің түлегімін, сіз де ауыл мектебінің түлегісіз. Біз енді қаншама жыл қордаланған проблемаларды көрдік. Бірақ менің ауыл мектебінің мұғалімдер өте жақсы болды. Мен әлі күнге дейін сол мұғалімдеріме рахмет айтамын. Өйткені бізде не лаборатория болған жоқ. Біз физиканы, мысалы, электр барлық заңдылықтарды кейін мен зияткерлік мектепте лабораторияларды көріп, сабақтарға қатыспа, осылай екен ғой дедім. А бізде жақсы теория болды. Және мұғалімдеріміз өмірдің заңдылығы бәрін сонымен байланыстырып айтатын. Соның арқасында енді үйрендік. Ең үлкен мәселе білім саласында мұғалімге байланысты. Біз жақсы мектеп салуымыз мүмкін. Мектебімізді жақсы пәндік кабинеттермен қамтамасыз етуіміз мүмкін. Барлық үздік, соңғы құрал жабдықтардың бәрін толтырып қоюымыз мүмкін. Бірақ біздің мұғалімнің білім деңгейі сондай жоғары болмаса, заманауи болмаса, және ол баланың сабақ берудің методикаларын меңгермесе, онда осының бәрі бекер. Сондықтан қазіргі таңда, мына соңғы 3 жылда деп айтсам болады, педагогикалық мамандықтың беделі мен мәртебесін арттыратын заң қабылданды 2019 жылдың желтоқсанында. Ол заң 10 жылдан астам парламентте жатып, 2019 жылы мемлекет басшысының нақты тапсырмасымен, нақты пәрменімен қабылданды. 10 жыл жатқан, өйткені ол жерде Нұрсұлтан ақшаға байланысты ғой. Өйткені одан кейін ақша 3-4 есе республикалық бюджетке салмақ салатын болды. Сондықтан бұл шешімді Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдады. Сөйтіп, қазіргі таңда ауылдық деңгейде ең жоғары категорияда аттестациядан өткен мұғалім 720 мың айлық алады. Соңғы 2 жылда кезінде мұғалімдіктен кетіп қалған. Басқа бір бизнес структураларға, басқа бір құрылымдарға бәрі қайтып келгісі келіп жатыр. Не себепті? Бүгінгі таңда еңбек нарығында бәсекеге қабілетті қаражаты бар, айлығы бар, бұл мұғалім мамандығы. Бұл бірінші мәселе. Екінші, педагогикалық мамандықтың стипендиясы өсті. Қазір барлық басқа мамандықтардың шәкіртақысы 38 мың. Педагогикалық мамандықтың шәкіртақысы 58 мың теңге. Және бұл алдағы уақытта да өсе береді. Мұғалімдердің айлық жалақысы 75%-ға көтерілді. 2023 жылдың 1 қаңтарынан тағы да 25%-ға көтеріледі. Яғни, осы 4 жылда біз 100%-ға өзінің бұрынғы айлығынан көтерілгендігін көріп отырмыз. Үшінші мәселе, педагогикалық мамандыққа бір жылдары енді сізге де маған да ол бір құпия емес, 50 балмен түскен. Әрине, Ауылдағы дипломмен ауылға квотасымен түскен, ауылдық мектептің квотасымен түскен сондай бір кезеңдер болды. Ал былтырғы жылы педагогикалық мамандыққа өтудің ең төменгі шегі 85 балл болды. Биылғы жылы педагогикалық мамандыққа түсудің ең төменгі шегі 103 балл болды. Яғни мектепте жақсы оқыған, өзінің мамандығын, мектептің программасын толық меңгерген, ұлттық бірыңғай тест бойынша жақсы көрсеткіш көрсеткен, ертең 4 жыл жақсы оқып, диплом алғаннан кейін мектепке қайтып келген кезде тағы да біліктілік тестін тапсырады. Яғни біз педагогикалық мамандыққа келетін азаматтардың жалпы пәндік білімін, сонымен қатар оның психологиялық эмоционалдық дайындылығын және педагогикалық методикады меңгеруге қатысты жақсы механизмді осы 3-4 жылда жасады. Сондықтан ауыл мектептеріне енді жақсы мұғалімдердің көбірек келуіне жағдай жасалып жатыр. Бұл бір 3-4 жылда мәселені шешуге және оң жағынан шешуге мүмкіндік береді. Енді ең үлкен бір мәселе, біз мына 1500 қаланың мектептеріне жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгіздік. Қазір қалада оқитын бір оқушыға 490 мың теңге қаражат бөлінеді. Бұл мемлекеттің тапсырысы. Соның аясында қала мектептері күрделі жөндеу өткізу, мұғалімдердің біліктілігін арттыру, балаларды олимпиадаға дайындау секілді көп проблемаларды шешіп алды. Бұл өте жақсы. Енді бұл ауылда бұл мәселе болған жоқ, сондықтан мемлекет басшысы жолдауда тапсырма берді. Толыққанды мектептер, жаңағы 4000 мектепке жан басына шаққанда қаржыландыруды енгізіңіздер деді. Мен 2 рет депутаттық сауал көтергем. Бұл 490 мың бола ма, әлде 1 миллион бола ма? Жалпы ауылдағы бір оқушының оқу құны қанша болады?
оны дамытуға жіберетін құны қанша? Әлі күнге дейін қаржы министрлігі бұны есептеп жатыр. Бірақ 2023 жылдың алла бұйыртса қыркүйегінде осы ауылдық жерлерге жан басына шаққанда қаржыландыру енеді. Сол кезде біз ауылдың біраз мына біліктілікті арттыру мәселесін, мұғалімдерді, сапалы мұғалімдерді тарту мәселесін жайлап шешеміз. Сапалы мұғалімдер тарту демекші ауылға айлығы көтеріледі, ол өте керемет. Онда жоғарғы оқу орнында бітіріп келеді, ол жерде көрсеткіште көріп жатырмыз. Ал әлеуметтік жағынан оны қамтамасыз ету, мысалы тұрғын үймен немесе өзге де бір мәселелерін көтеру, әлеуметтік мәселелер. Өйткені айлық түсінікті. Ол айлық қазіргі таңда сіз айтып жатқан сома болсын, қазіргі еліміздегі доллардың құны шаққандағы, оның барлығы дұрыс, оның бір мұқтаждығын қамтамасыз етеді. Бірақ оның өсуге, өзін дамытуына қаншалықты жағдайлар жасалады? Енді ауылдық жерде дипломмен ауылға бағдарламасымен барғаннан кейін оны тұрғын үймен және бірінші көтерме ақымен қамтамасыз ету заңда белгіленген. Оның әкімдеушісі ұлттық экономика министрлігі. Маған бүгінге дейін бұл нәрсе түсініксіз. Яғни ауылға баратын 3 мамандық бар. Ол бірінші мұғалім, екінші дәрігер, үшінші ауыл шаруашылық мамандары. Не себепті ұлттық экономика министрлігі бұл бағдарламаның әкімдеушісі? Яғни олар бұл саланың өзінің мемлекеттік саясатын құратын құзыретті мемлекеттік орган болмағандықтан кей жағдайда енді мен құжаттарын көрем, аналитика сұратамыз, қай ауылға қанша адам барды, қайтып жатыр, бәрін қараған кезде бір салғырттық байқалып қалады. Мен енді бұны министр Қуантыровпен де пікір таластырып айтқам. Менің ойымша 3 министрлік бұл ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау және оқу ағарту министрлігі ауылдық жерлердегі кадрлармен қамтамасыз ету саясатын өздеріне алу керек. Екінші, жергілікті атқарушы билік органдарымен нақты механизмдер жасау керек. Бұл келесі реттегі дүние деп ойлаймын. Себебі мен жақында ғана Сәтпаев қаласында болдым. Сол кезде аудандық больницаның басшысымен кездестік. Өйткені ол жерде енді медициналық салаға байланысты бір үлкен қордаланған мәселелер болды. Оны да шешуді қолға алып жатырмыз. Сол кезде ол кісі айтты, мен 3 жаңағыдай узкий специальность дейді, медицинадағы өте бір андай нақты дамуды, нақты бір біліктілікті қажет ететін дәрігерлер шақыртқан екен. Жаңағы кардиологияға байланысты, гематологияға байланысты. Ол енді аудандық жерлерге келе қоймайтын мамандықтар. Соны шақырттым дейді, алып келдім. Тұрғын үй мәселесін әкімдік шешеді. Өйткені әкімдікте бұл ақша болу керек. Бағанағы сізге айтқан секілді ғой, жергілікті атқарушы билік органының қаражаты қай жерге бөлінеді, сол кезде сол дәрігер айтып жатыр, бізге заңнамаға міндеттесеңіздер. Мысалы, жергілікті атқарушы билік органының қаражатының осынша пайызы кадрлық қамтамасыз етуге міндетті деген. Сол кезде ол қаражатты мысалы не суға, не жолға, не газға жұмсамайды, соны ұстап отыратын еді дейді. Қазір бұл қаражат бар. Бірақ енді қаражат, өзіңіз білесіз, бюджеттік календарьдың қаңтарда басталады ғой. Ал мамандар қашан келеді? Ол июльде дипломын алып, жаңағы августте келген кезде кейде қаражат болмай қалуы да мүмкін да. Соған байланысты бір нюанстар бар. Бірақ бұны біз уже қазір қаржы министрінің алдына қойып бұл мәселені шешуді қолға алып жатырмыз. Жұлдыз ханым, осы ауыл мектебіне байланысты біраз мәселелерді, қордаланған мәселелердің шешу жолдарын, механизмдерін көрсетіп жатсыз. Өте ұтымды, ол әдемі механизм. Қаншалықты осы механизмнің орындалатынына сіз сенесіз, және сол жердегі осы мәселені мен айналысатын азаматтардың осы проблемаларды шешуде, механизмдер жүзеге асыруда әлеуеті жете ме қазіргі таңда Қазақстанның? Негізі Құдайға шүкір деп айту керек. Қазір мен біраз өңірлерді араладым. Оның ішінде ауылдық жерлердегі мектеп құрылысы тоқтап тұрған, немесе неге тоқтап тұр деп барған кезде көрші ауылдарға да кіріп, кейде құрылысы толық аяқталған мектептерді көрген кезде қазір көп өңірлерде кәдімгі жақсы еңселі мектептеріміз бой көтеріп жатыр. Мен кезінде 15 зияткерлік мектептің бір құрылысына, жалпы бой көтеруіне атсалысқам үлкен командада. Сол кезде, сол өңірлерге барған кезде, мысалы, Семей Абай облысын алайық, немесе
мына Павлодар, сол облыстарды алсақ, сол кезде тек қана зияткерлік мектеп және 1-2 ғана мектеп құрылысы жүріп жатқан болса, қазір аудан бойынша ауылдық жерлерде, моноқалаларда 10, 15, 8 мектептердің салынып жатқандығын көрдік. Мысалы, Түркістан облысында былтыр 47 мектеп салынды бір кезеңде. Соған қараған кезде әрине біздің Құдайға шүкір экономикамыздың мүмкіндігі қазір бұндай салуға мүмкіндік беріп жатыр. Бірақ екінші мәселе бізде жемқорлық. Біз жемқорлықты құрықтайтын, жемқорлықты жалпы түбімен кетіретін механизмдер, мысалы мемлекет басшысының тума-туыстары басшылық қызметті атқармау керек деген секілді енгізілді ғой. Осындай механизмдер құрықтауға негіз болады деген ойдамын. Сосын бізде қазір жайлы мектеп ұлттық жобасы қолға алынды. Ол мектептің, мысалы, бұрында қалай еді? Бірінші проектный сметный документация жасалады, сосын сол экспертизаға беріледі. Содан кейін қалай бекітілді, тек қана сонымен жүру керек құрылыс. Сол кезде мысалы көп сыбайлас жемқорлыққа мысалы негіз болған дүниелер бар. Мектептің құрылысына дейін жаңа құжаттама дайындаған кезде ол құжаттаманы дайындау үшін де қаражат бөлінеді. Кейде экспертизасы дұрыс болмайды. Мысалы таудың етегіне салған мектептер бар. Өйткені дегенмен табиғаттың өзінің мүмкін нелер бар ғой, жағдайлары. Қатты нөсер жауында ол мектепті бәрібір алып кетеді. Алматы облысында бұндай проблемалар болды. Біз көтердік. Сондықтан қазіргі жайлы мектеп жобасының аясында экспертиза, мына документацияны дайындау, оны өткізу, құрылысқа субподрядты әкелмеу мәселесінің бәрі егжей-тегжейлі ойластырып жатыр. Яғни мемлекет бұрында кеткен қателіктердің бәрін қарастырып, сол қателіктерге жол бермес үшін саясат деңгейінде, заңнама деңгейінде, қаражат деңгейінде механизмдерді қарастыра бастады. Сол тұрғыдан менде бірінші сенім бар. Екінші, өзіңізде жақсы білесіз, мектепте жақсы оқыған бала университетке өте қиын жолмен түсіп, университетте жақсы оқыған мұғалім мектепке келгеннен кейін менің ойымша ол біздің осы уақытқа дейін кейде дұрыс жүзеге асырылмаған реформаларды төменнен кәдімгі мазмұндық тұрдан жүзеге асыруға қолға алады деп ойлаймын. Мен мына қазіргі соңғы 2 жылда және одан кейінгі түсетін педагогикалық мамандықтардың ұстаздар қауымына үлкен сенім артам. Өйткені олар мектепке келгеннен кейін олар қазіргі қате оқулықпен оқымайды және оқытпайды. Өйткені оның жақсы бұған педагогикалық білімі бар, пәндік жоғары сондай білімі, біліктілігі бар. Сосын ол жаңа методикаларды қарастырып жатыр. Қазір бәрі қолжетімді. Өзінің де авторлық методикалардың дүниеге келетіні анық. Сондықтан мен мына келе жатқан жаңа буын ұстаздардан бір үлкен үміт күтем, соларға сеніммен қараймын. Ауыл және қала мектептерінің айырмашылығы жер мен көктей дейді. Кез келген адамнан сұрасаң, әрине бір арнайы бір ауыл аймақтардағы бір зияткерлік немесе бір жекеменшік мектепті айтпасақ, дәл осындай мәселелер көтеріліп жатқан сіздер заңнамалық тұрғыда шешілсе, механизмді жүзеге асса, ауыл және қала мектептерінің арасындағы бір теңсіздікті шеше ала ма? Әлде сол ауыл мектебі, сол жалпы ауыл мектебі болып қалады, дәл осы механизмдерді дамытып, бірақ ауыл мектебі, қала мектебі одан сайын өсе бере ма? Былай ғой мәселе. Тепе-теңдік орнай ма? 2019 жылдан бастап біздің мемлекетте білім саласындағы мемлекеттік саясаттың бір бетбұрысты кезеңі болды. Бұған дейін біз дарынды балаларды іздеп алып, мынау біздің қазақтың дарынды балалары олимпиададан жүлде алып жатыр деп сондай айтатын болсақ, 2019 жылы мемлекет басшысы келді де сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету керек деді. Сайлаудан кейін тамыз кеңесі болған кезде мемлекет басшысы, өзіңіз де білесіз ғой, келіп тамыз кеңесіне қатысты. Мен де ол тамыз кеңесінде болдым. Сол пленарлық отырыста бүкіл министрлерді шақырды. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы және сол Аймағамбетовке дейінгі барлық министрлерді шақырып, өзінің білім саласының стратегиялық дамуының нақты көзқарасы қандай сонымен бөлісті. Соның ішінде айтты, бала тұрған жеріне, туған отбасындағы әлеуметтік жағдайына қарамастан сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету, баланың білімі мен денсаулығын, тәрбиесін дұрыс жаңағыдай өсіру жалпы мемлекеттік міндет деді. Бұған дейін бұл нәрсе айтылмаған. Бұған дейін бізде бәсекеге қабілеттілік осындай айтылып келді, бірақ нақты. Содан кейін ауылдық мектептерге бетбұрыс басталды кәдімгідей. Екінші үлкен мәселе, бұған дейін егер
ұстаздар біліктілігін арттыруды 5 жылда бір рет өткізетін болса, ол кісі келіп 3 жылда бір рет деді. Бастапқыда біраз адамдар айтты, бұл кісі жаңағыдай өте мына детальды нәрселер айтылып жатыр деген сияқты. Бірақ менің өзімнің түсінігімде біраз ұстаздар өте қатты қуанамыз, өйткені бұған дейін білімнің егжей-тегжейлі детальды проблемаларын мемлекеттік басшылығының деңгейінде көтерілген кезеңдер болмады. Үлкен стратегиялық мәселелер айтылатын, ал оның детальды механизмдерінің барлығы үкіметке табысталатын. 3 жылда бір рет біліктілігін арттырудың өзі қазіргі таңда оны да әрі қарай жетілдіру керек. Бірақ 5 жылда бір рет ауыстырған қандай, 3 жылда бір рет біліктілігін арттырған қандай. Яғни біздің заман үздіксіз дамып жатыр. Білім саласы да соған сәйкес өзін үздіксіз жетілдіріп отыру керек. Мұғалімдер білім алу методикаларын дәл сол секілді арттырып отыру керек үнемі. Соған байланысты мемлекет басшысының осы ойы кәдімгідей көңілге қонымды болды. Содан бастап қазір ауыл мен қала мектептерінің арасындағы жалпы алшақтық қанша деңгейде екендігі үлкен зерттеу жасалды. Бүгінгі таңда 6 өңірде, бұл Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында білім сапасының көрсеткіштері басқа өңірлердің ауылдық мектептер, мысалы солтүстіктегі ауылдық мектептерінен жаңағы айтылған облыстардың қалалық мектептерінің білім деңгейінің сапасы PISA-ның 2018 жылы көрсеткішімен салыстырсақ 2 есеге дейін төмен екендігі нақты айтылды. Бұған дейін бұл нәрсе былай айтылмайтын. Бұл нәрсе өте қолжетімді болмайтын ақпараттық деңгейде. Мемлекет басшысы бұны жасырған жоқ. Бұны анық айтқызды. Содан кейін үкіметте осы ауыл және қала мектептерінің арасындағы және осы өңірлер арасындағы білімнің сапасының алшақтығын азайтуға байланысты, тіпті жоюға байланысты концептуалды құжаттар қабылдана бастады, стратегиялық. Ең бірінші бұл білімді ұлт жаңағы жобасы қабылданды, ұлттық бағдарламасы. Кейін 26 жылға дейінгі тұжырымдама қабылданды. Ол жерде бірінші не айтылды? Яғни біз білікті ұстаздармен қамтамасыз ету, ұстаздардың айлық жалақысын көтеру, ауылдық мектептердегі ұстаздардың айлық жалақысын көтеру, ауылдық мектептердегі ұстаздардың біліктілігін алғашқы кезекте арттыру мәселесі, сосын жайлы мектеп ұлттық жобасы. Жайлы мектеп ұлттық жобасы дегеніміз қазір ауылға да қалаға да қарамайды. Стандарт бірдей болады. 300 балалық, 600 балалық, 1200 балалық, 2500 балалық мектептердің құрылысының жаңа халықаралық деңгейдегі стандарттар бекітіліп жатыр. Маған ұнағаны бастауыш сыныптың блогы бөлек болады, және ол жерде тамақ ішетін асханасы да, оның спорт залы да, оның пәндік кабинеттері де бөлек болады. Негізгі мектеп 5-9 сыныпқа дейінгі мектептердің асханасы, жаңа спорт залы, пәндік кабинеттері, лабораториялар бөлек болады. Сосын жоғары мектеп, яғни 10-11 кластағы балалардың бұл жерде зертханасы, емтиханға дайындалуы, спорт, сосын тамақтануы және үйірме, сосын кәсіби бағдар жұмысына арналған кабинеттер бөлек болады. Маған бұл нәрсе ұнап тұр. Яғни қазір бұрынғыдай бір спорт залда 2 класс сабақ болуы, оның бәрі былай қарағанда жойылады, және бұл тек қана қалада емес, енді ауылда, аудан орталықтарында, моноқалаларда салынып басталып жатыр. Жаңа мектептер салынады. Осы мектептер. Қазір құрылысы мәселесі құжаттарының біразын парламентте біз ақылдасып қарап жатырмыз. Енді келесі айда бізге кәдімгі заңнамалық құжаттар енеді. Содан бастап халыққа да қолжетімді қылып біз ақпаратты бере бастаймыз. Бірақ мен кезінде физиканың, химияның лабораториясын көрмей өскен ауылдың азаматы ретінде қазіргі балаларға жағдай жасалып жатқандығына соған қуаныштымын. Және сайлауалды штабқа келіп бағдарламаны таныстырған кезде де бірден айтты Қасым-Жомарт Тоқаев, қайтадан бала туған жеріне, туған отбасының әлеуметтік жағдайына қарамастан сапалы білім алуға біз барлық мүмкіндікті жасаймыз деді. Жақсы. Тағы бір мәселе, енді кішігірім қысқа қайырып өтсек,
біз мысалы қазір мектептерді саламыз деп жатырмыз, өте орынды. Ауыл мен қала мектептерінің арасындағы теңдікті орнатамыз деп жатырмыз. Енді 100%-ға орнамаса да кішігірім жақындатуға болады. Ол әрине ауыл ол ауыл, қала ол, Киплинг айтпақшы, восток есть восток, запад ол ешқашан ол бір-бірімен теңеспейді. Ол мойындауымыз керек. Бірақ уақыт өте келе енді жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстанда теңесіп кетсе, оған қуанасың ғой әрине. Мысалы біз айтып жатырмыз қазір мектептерді цифрландыру. Бір жағынан қарап жатырмыз, мына жақта мектептерде балаларды аспен, ыстық тамақпен қамтамасыз ету деп қарап отырсаңыз, екі түрлі дүниеде, мысалы әдеттегідей дамыған елдерде ол цифрландыру жүріп жатады. Мына дамушы елдерде, дамушы елге бір табан жақын елдерде балаларды біз ыстық тамақпен қамтамасыз ету керек деген сияқты мәселелер көтеріліп жатады, бір сараптама жасаңыз. Ал бізде екеуі де бар. Біз мына жақта цифрландырып жатамыз, мына жақта енді тамақтандыру мәселесін көтеріп жатамыз. Осы тамақтандыру мен цифрландыру екеуі шыны керек қазіргі заман талабы қажет етіп тұрған дүние ғой енді. Біз қаншақты балаларды осы тамақтандыра аламыз, бұл қаншақты жүзеге асады? Толыққанды ыстық тамақпен тамақтандыруға барлық мектептердің инфраструктурасы жете ме? Мысалы біздің кезімізде де осындай мәселелер көтерілген, бірақ әйтеуір басында 1-2 айға созылып, 1 жылға кейін жабылып қалды бұл мәселе. Өйткені мектептерде инфраструктура дұрыс болмады, немесе қаражат тиісті жерге жетпеді, немесе ол құжат бойынша беріліп те жатқан шығар, біз оны сезінбеген шығармыз, иә. Осы мәселе қаншалықты жүзеге асады, ата-аналар үшін маңызды. Екіншісі цифрландыру деп жатырмыз. Цифрландыру деген кезде кітаптардың барлығы сол смартфон, телефон, гаджетпен өте ме, ол денсаулыққа қаншалықты зиян, немесе оны қаншалықты балалар кішкентай кезде меңгереді. Кітапқа деген, кітаптың иесіне деген романтика жоғалып кетпей ме? Енді бұл жақта мен сізге бір әсірелеп қойып жатырмын, бірақ түсінген шығарсыз не екенін. Біріншіден, тамақтандыру мәселесі біздегі білімдегі кедейшілік мәселесін шешудің негізгі механизм ретінде алынып отыр. Қазіргі таңда бізде 625 мектеп жасындағы балалардың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алады. Әрбір атаулы әлеуметтік көмек дегеніміз бәлкім бұл тек қана тамақтандыруын ғана қамтитын дүние шығар, бірақ біз ол балалардың мемлекет ретінде физикалық, интеллектуалды, спорттық дамуын қамтуымыз қажет. Осы ретте ең бірінші кезектегі дүние сол әлеуметтік осал топтағы балалардың жалпы мектепке келген кезде мектептегі білімге құлшынысы дұрыс болу үшін оның жалпы мына тамақтану мәселесін шешуі. Біз қазіргі таңда мына мемлекет басшысы бастауыш саласындағы барлық балалар тамақтандыру дегені біріншіден балалардың арасындағы отбасылық теңсіздікті алып тастау мәселесін қойып отыр. Бұл қашан басталады? Бұйыртса келесі осы қыркүйектен басталады. Кейбір үлкен мегаполисте, мысалы Алматы мен Астана қалаларында басталып кетті. Енді қазір мына бюджетке салынды, қыркүйектен басталады. Бұған дейін тек қана атаулы әлеуметтік көмек алатын балалар ғана тамақ ішкен кезде кейбір балалар ұялып жүрді. Ұялып жүрді, бармай жүрді. Ол мәселенің бәрі өсіп келе жатқан балаға шын айтқанда психологиялық тұрғыдан бір ешқандай жүйкесіне салмақ салмау қажет. Осы ретте барлық балалар тең негізде әлеуметтік жағдайына қарамастан тамақ ішеді дегеніміз менің ойымша осы біріншіден балаларды бөлмеу әлеуметтік жағдайына байланысты. Екінші, жақсы білім алу үшін оған дұрыс кәдімгідей тамақ беру керек. Алдағы уақытта жалпы менің жеке ұсынысым тек қана таңғы ас емес, біз жақсы, енді өзіміз ет жеп өскен ұлтпыз ғой былай қарағанда, жақсы сондай калориялық тұрғыдан бүкіл несі қамтамасыз етілген түскі ас беруге дейін жетуіміз қажет. Өйткені бұл балалар, бұл біздің болашағымыз, бұл біздің инвестиция, бұны айтып жатыр. Сондықтан да тамақ мәселесін мен өте қатты қолдаймын. Қазіргі таңда қандай проблема бар? Алматы қаласындағы бір балаға бөлінетін қаражат 700 теңге екен. Астана қаласында 400 теңге. Яғни сіз көріп отырсыз, қазір бағаның өсімі бар. Алдағы уақытта маслихатта жалпы бұндай 400 теңгеге қандай қазір тамақ келуі мүмкін. Сондықтан сол тұрғыдан бөлініп атқан дүниенің шын мәнінде балаға баратын сапасы дұрыс болу үшін біз кәдімгі бағасы бойынша маслихаттағы депутаттарымыз, жергілікті атқарушы билік органы дұрыс қарастырса екен, салғырт қарастырмаса екен, науқаншылдыққа салмаса екен деген ұсыныс бар. Бірақ алдағы уақытта мемлекет тек қана бастаушы емес, жалпы менің ойымша бізде 3.500.000 балаға тамақты бір мезгіл ыстық тамақ беруге мүмкіндігі болады. Ең үлкен мәселе, біз бұл жерде прозрачностьті көрсетуіміз керек, және бағаға байланысты сапалы тамақпен қамтамасыз ету механизмін кәдімгі брокеражный комиссия арқылы барлығын үйлестіріп жасау керек болды. Ал екінші цифрландыру. Енді бұл зерттеулері 90 жылдар басталды.
цифрландыру мәселесі. Бірақ бізге, өзіңіз білесіз, пандемия кезінде ғана келді. Біз пандемияның арқасында бір сен қозғалды. Оған дейін біз сенбедік. Білім саласын цифрландыру мүмкін бе, мүмкін емес па деп. Цифрландыру деген мен үшін тек қана гаджет алып беріп, тек қана планшетпен қамтамасыз ету емес, бұл үлкен платформалар. Жалпы алдағы 10 жылдықта зерттеулерге сәйкес кез келген қызметтің түрі, оның ішінде білім беру қызметі де осы цифрландыру саласына өтеді. Мемлекет басшысы цифрландыру ортасын қалыптастыру деп айтып жатыр. Үкімет оны планшеттерге апарып тастағаны, цифрлық оқулықтарға апарғаны, менің ойымша, бұл әлде де бұл салада бір түбегейлі үлкен реформа қажеттігін көрсетеді. Бірінші, біз бірнеше этапқа бөлуіміз қажет. Түбіндегі мақсат цифрландырудың бұл сіз бен біз осында отырып Гарвардтың кез келген кітапханасын немесе Гарвардтағы өтіп жатқан лекцияға қосылып, сол жердегі барлық цифрлық кәдімгі ресурстарға қолжетімді дүниені жасау. Біз соған келе жатырмыз. Бұл жерде екі мәселе шығады. Бірінші, жалпы бұл платформалардың контентінде ұлттық мазмұн қалай көрініс табады. Екінші, біздің ұлттық мектеп, ұлттық университет деген дүниелердің сапалық деңгейдегі жалпы мына бәсекеге қабілеттілігі қалай болады. Өйткені қазір мысалы қолжетімді азаматтардың өзі үйде отырып осындай жоғары университеттерде оқып жатыр ғой. Алдағы уақытта біздің білімнің саласына жоқ, бұл жердегі сапа дұрыс емес, бұл жерде мен басқа оқимын деген нәрсеге барып қалмас үшін біз қазір контенттік тұрғыдан ойлануымыз қажет. Платформа ол жерде толық 1 класстан 11 классқа дейінгі барлық пәндердің мазмұнына қатысты, және ол жерде дифференциалды, мысалы баланың үлгерімі төменіне байланысты, немесе бала лингвистикалық, немесе гуманитарлық, немесе инженерлік мамандықтарды терең меңгеруге қабілеті болса, соларға байланысты контенттер әзірлеу керек. Үлкен мәселе контентке байланысты, үлкен мәселе платформаларға байланысты. Және қазір егер біз балаларды 3.500.000 баланы планшетпен қамтамасыз етеміз десек, ол бір мезгілде мектепте классқа алып барған кезде оны зарядкілейтін дүниесі бар. Яғни ол электр жүйесін жейді. Мысалы, зияткерлік мектептің электр жүйесіне осындай слаботочка деген өздерінің бір инфрақұрылымдық дүниелер бар. Яғни біз әрбір мектепке тіпті электр саласының 2-3 маманын алуымыз қажет болады. Бүгін біз оны ойласып жатқан жоқпыз. Бұл жерде шығатын біраз проблема бар. Бірақ түбінде көп адамдар зерттеуде ойлайды екен, цифрландыру бұл жалпы экономияға алып келеді деп. Цифрландыру бұл әлемдік жаһандық үрдерістерге ең жоғары білімнің контентіне қолжетімділікті қамтамасыз ету. Бірақ осы ретте біздің ұлттық білім беру ұйымдарының сапасының мазмұндық контенттік бәсекелестік тұрғысынан біз қатты ойлануымыз қажет. Біз үлкен контент дайындауды, платформалар дайындауды және планшеттер емес, смартфон арқылы да енді әртүрлі нелер бар ғой, девайстар. Олардың бәрін ойлап қойған кезде мұғалім бұл методиканы қалай балаға бере алады, қаншалықты білімді болады, және бала басқа жаққа көңілі аумай тек қана осы платформаларда оқуға қаншалықты дайын болады. Біз осыны қарастыруымыз қажет деген ойдамын. Жұлдыз ханым айтып жатқан жобалар, механизмдер өте керемет. Ең бастысы біз енді қазір әділетті Қазақстан дейміз, жаңа Қазақстан дейміз. Дәл осы жобаларды жүзеге асуына менің ұстаздардың әлеуетіне еш күмәнім жоқ. Осы мәселенің басқасында жүрген, заңнамалық тұрғыда көтеріп жүрген, оны орындап жүрген азаматтарда ешқандай менің күмәнім жоқ. Өйткені олар балалар жақсы көреді, балалар сүйеді, елін сүйеді. Бірақ енді кез келген жағдайда бір жемқорлықтың нышандары, немесе отанына бір опасыздық жасау, өзіне тарту деген сияқты кейбір элементтер осы үлкен мега жобаларда кездесіп жатады. Сондықтан жаңа Қазақстанда осылар болмаса, сіз айтқан механизмдердің бәрі жүзеге асады, балаларымыз шын мәнінде дарынды, зияткер болады деп ойлаймын мен. Сол ғана мәселе сияқты бұл жерде. Мен ойымша біз енді қазіргі таңда бізді ұлтымызды құртатын қандай қасиет дейсек, бұл жемқорлық мәселесі. Біз бұны жалпы ұлттық дерт деп ашық көрсетуіміз керек. Бұл көптеген басқа дүниелерден өте түбімізді жой жіберуге, ұлт ретінде бізді жой жіберуге келетіндігін менің ойымша бала бақшадан бастап университетке дейін түсіндіру керек. Кез келген өсіп келе жатқан, өзінің болашағын осы елдің болашағымен байланыстыратын азамат жемқорлыққа қарсы болу керек.
Иә, сондықтан арнаулы орган немесе ішкі істер қызметкерлері оны кәдімгі күшпен көрсетсе, Иә. біз сияқты, сіз сияқты, мысалы шығармашылық, педагог мамандар осыны бір ағартушылықпен, Иә. әдемі бір көрсете білу керек деп ойлаймын. Санасына жеткізу, жүрегіне жеткізсе, онда керемет болады деген ойдамын. Енді бұл жерде мен бір жекеменшік мектептер мәселесін көтерейін деп едім, оның бір реті келмейтін сияқты. Өйткені жекеменшік дегеніміз Қазақстанда мысалы Шымкенттің өзінде, мен өзім туған жер, жекеменшік мектептер өте көп. Жарайды, дұрыс. Ұлт үшін ақшасын тауып жатқан шығар, оны бизнес ретінде көріп жатқан шығар, ең басты сапалы білім беріп жатыр, оған ата-анасы баласын беріп жатыр ғой сені. Дұрыс, мәселе шешілді. Бұл жерде екінші бір мәселе, зияткерлік мектептер, өзіңіз кезінде қызмет жасаған Назарбаев зияткерлік мектебі. Бұны қазіргі таңда сол мектептің жүйесімен біраз мектептер ашылып жатыр екен, жаңа аудандардың ішінде де ашылып жатыр. Осы зияткерлік мектепке келген кезде қолдайтындар да бар. Екіншісі, бұл мектепке көп қаражат бөлінеді. Бұл мектепке неге ерекше ден беріледі? Басқа мектептер сонда тоқалдан туылған ба деген сияқты мәселелер айтылады енді, жалпақ тілмен айтатын болсақ. Дәл осы мектептердің қазіргі мәселесі қалай болып жатыр? Оны қаржыландыру қалай болып жатыр? Ол мектептердің рөлі қандай болады? Атауына да байланысты мәселелер бар. Жекеменшік мектепке қатысты менің ойым ондай бір жақсы емес. Мен ойымша біз білім саласын жекеменшікке беру дұрыс емес деп ойлаймын. Тия аламыз ба? Азамат ретінде. Енді қазір мемлекет басшысының бүкіл реформалар, 1.500.000 оқушы орны, 7.000 пәндік кабинет, 50 сауықтыру лагері, 100 оқушылы сарайын салғаннан кейін бізде жекеменшік мектепке деген ондай бір қазір сұраныс болмайды. Дәл қазір бізде сұраныс бар. Өйткені не оқушы сарайы екеу ғана Астана қаласында, Алматы қаласында біреу ғана, өзіңіз байқасаңыз. Басқа аймақтарда айтпай ақ қойыңыз. Басқа аймақтарда мүлдем жоқтың қасы. Мен Петропавлда ғана көрген сияқтымын. Даже Түркістанда енді салыну керек, салынып жатыр ма сондай. Соған қарағанда сұраныс болды ғой. Яғни ата-ана өзінің баласының, енді біздің ұлттың бір ерекшелігі, біз өзіміздің баламызды, өзіміздің болашағымыз ретінде санағандықтан барлық жақсылығымызды сол балаға береміз. Сондықтан сұраныс болды. Яғни баланы жақсы өсіру керек болды, жақсы білім беру керек, және оның бос уақытын тиімді өткізу керек. Сол тұрғыдан алғашқы ашылған жекеменшік, қазірдің өзінде біраз жекеменшік мектептер бұл сұранысқа жауап береді. Бірақ маған ұнамайтыны оның қаражаты, өйткені сіз университетте де миллионнан астам қаражат төлегеннен гөрі мынаған байланысты. Және ең үлкен қазіргі таңда маған қарсылық тудыратыны, бұл білімнің теңсіздігінің тудыруының негізгі себебі болып отыр. Яғни кімнің ақшасы бар, сол барады, кімнің ақшасы жоқ, ол бара алмайды. Бұл дұрыс емес мәселе. Сондықтан мына сайлауалды бағдарламасы толыққанды жүзеге асқаннан кейін бұл мәселелер жалпы бұған сұраныс азаяды. Бір мәселе. Екінші мәселе, қазір бұлар шағын және орта бизнестің өкілдері болып тұр. Соған байланысты бұларды тексеруге мораторий жоқ. Оның ішінде қандай тәрбие беріліп жатыр, қандай білім беріліп жатыр. Бара алмаймыз? Білім басқармалары оны просто так барып көре алмайды. Өйткені заңмен тыйым салынған. Соған қатысты бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Жекеменшік мектептерге қатысты менің ойымша біз жекеменшік университеттермен күрестік қой былтыр, бұрнағы жылы сапа төмендеп кеткенге байланысты. Алдағы уақытта бұл мәселеге біз қайтып келеміз. Ал енді Назарбаев зияткерлік мектебінің атауына байланысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев былай айтты: біз Назарбаевтың тарихи мұрасына құрметпен қарайық деді. Ал оның саяси мұрасының бағасын келер ұрпақ өзі береді деді. Сондықтан бұл атауына байланысты алдағы уақыттың еншісінде. Сондай деп ойлаймын, оны өзі халық өзі шешеді. Ал қаражатына байланысты, жалпы 2008 жылы зияткерлік мектеп ашылған кезде бұл мектептер Қазақстанның үздік білім дәстүрлерін және әлемнің үздік тәжірибелерін енгізетін эксперименталды білім беру ордасы болып құрылды. Осы стратегиялық мақсатты олар орындай білді. Одан кейін 2010 жылдан бермен қарай бүгінгі таңда білім беру ұйымдарының ішінде өзінің статусы, дербес білім беру статусы деп заңмен бекітілген жалғыз білім беру ұйымы. Бұның білім беру қаражатына бөлінетін республикалық бюджеттен арнайы қаражат бөлінеді. Және бұл қаражат министрлікпен келісілмейді, бірден үкіметпен, өйткені өздерінің қамқоршылық кеңесі шешеді. Бәлкім сол кезеңде бұлдай жоба қажет болды. Өйткені
Қазақстан әлемнің білім нарығына, ондағы болып жатқан өзгерістерді нақты зерделеуге мүмкіндік алуға бұл білім ұйымдарының жасаған оң өзгерістері бар. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Біріншіден, ол жерде білім бағдарламалары жаңаша бекітілді. Ол жерде олимпиадаға қатысты білім методикасы. Мына қазіргі айтып жатқан сізбен біздің пәндік кабинет, алған білімді өмірде пайдалану алу парадигмасы, соның бәрі жалпы сол кезеңдегі келген дүниелер. Қазіргі таңда мен қалай ойлаймын? Қазіргі таңда зияткерлік мектептерге жалпы коммуникацияны өзгерту керек. Жалпы тәжірибені тарату стратегиясын мүлдем басқаша қою керек. Және білім беру мазмұнына қатысты мына ауылдық мектептер мен ауылдағы мектептердің балаларына квота беру мәселесін ойластыру керек. Жақын күндері министр қол қойды. Бізде қазір дарын білім инновациялық лицейлерге, дәл сондай инновациялық мектептерге арнайы квота берілді. Әлеуметтік аз қамсыздандырылған ауылдық мектептің балаларына барып оқуға. Қазір біз мына заңы болғандықтан зияткерлік мектепке бұл квота енбей отыр. Мен осы мәселемен Асқар Жұмаділдаев ағамыз, академик Асқар ағамызбен ақылдасқанда ол маған айтты: жоқ, Жұлдыз, зияткерлік мектепте тек қана дарынды балалар оқысын. Біз бұл жобаны сақтауымыз қажет деді. Мен келісемін, сақтауымыз қажет, дарынды балалар оқысын, бірақ мына конкурстық іріктеуді ауылдың баласы үшін өзгерту керек. Қаланың баласында 100 және одан көп репетиторлық орталықтар бар. Ол жерге барып ата-ана өзінің баласын қалай дайындай алады, сол конкурстық іріктеуден бала оқуға келе алады. Ауылдық жерде ондай мүмкіндік жоқ. Сәйкесінше ауылдың мектебінің баласы зияткерлік мектепке оқуға түсуге қазіргінің өзінде бір дұрыс тең емес сондай механизмдер орын алып отыр. Сондықтан ауыл баласына республикалық физика-математикалық мектептер секілді өздері барып іріктеп алып, ауылдың баласы да республикалық бюджеттен, халықтың салығынан кетіп отырған ақшаның жақсылығын көру керек. Оның ішінде де 10-15% әлеуметтік аз қамсыздандырылған, үйінде 5 баладан 10 балаға дейін, тіпті 4 баладан 6 балаға дейін балалары бар көп балалы отбасылардың балаларына да менің ойымша квота беру керек. Жұлдыз ханым, бұл біздің алғашқы подкастымыз. Алдағы уақытта міндетті түрде жолығамыз, осылай подкаст түсіреміз деген ойдамыз. Біз бір 45 минут, 50 минуттай сөйлесіп жатырмыз ғой. Алғашқы әліппесі бөлек, бірақ осының өзінде сіз біраз күрделенген мәселелерді, оны шешу жолдарын, механизмдерін көрсеттіңіз. Мәселе көп, оны шешу жолдары да керек. Ең бастысы адамдар жүрекпен, отансүйгіштікпен істесе, мысалы, оның бәрі жүзеге асатын дүниелер деп ойлаймын. Жалпы өзіңізді көргеніме қуаныштымын. Біраз болып еді, жолықпағалы. Үй іші аман есен ғой, ең бастысы аман есен. Маған өте қызық, бұл енді білім саласынан бөлек тақырып, жеке өзіңізге байланысты. Сізді мен жоғары оқу орнында бір саясаттануды, философия ғылымдарының докторы болғаннан кейін, сіз жастар саясатында да болдыңыз. Қалай білім беру саласына бағыт алдыңыз? Қай сәтте түсіндіңіз? Сіздің бағытыңыз осы білім беру екен. Мен сізді басқа саясаттан елестетіп едім. Жалпы мен мектепте өте жақсы оқыдым. 1-ші класстан 11-ші классқа дейін 5-ке оқыдым, бірақ мен алтын белгі ала алмадым. Осы алтын белгіні ала алмауым маған жалпы әділетсіздіктің бар екендігін көрсетті. Сондықтан өмірде мен біреудің өмірін өзгертуге сондай бел алам деп өзім бала кезден саясатқа араласам деп ойладым. Енді оған біздің кезеңде өзіңіз білесіз, азамат пікір сайыс клубы болды. Біз ауылдан келсек те Алматының балаларымен бәрібірде де теңесіп кеттік. Өйткені сол кездегі бізге берілген білімнің сапасы, ұстаздарымыздың тәрбиесі мықты болды. Сосын жастар саясатына араластық. Мен кәсіподақтың тарих факультетіндегі төрағасы болдым. Ол жерде әлеуметтік аз қамсыздандырылған студенттермен жұмыс жасадым. Кейін бұның жалпы жұмысы көбейе берді. Біз студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарын жасадық. Сол кездің романтикасы былай қарасақ. Қазір кейін жас отанға келдік. Мен 2006-2007 жылдары бізде жастар парламентін құрамыз деген алғашқы лозунг болды. Мен Бостандық ауданынан маслихатқа түстім. Мен маслихатқа өтпедім. Енді ол түсінікті, 24 жастағы азамат Алматы қаласында, ол Алматының халқы өте бір саяси тұрғыдан ол избирательный ғой. Ол жақ түсінікті. Сол кезеңде мен қазіргі мемлекеттік хатшы Ерлан Каринмен ақылдастым. Бізде осы жерде жастар
жас отанның үлкен съезді болды. Менде бірақ бір реніш болды. Біздер жастар парламентін құрамыз деп едік қой. Мен жас отанда осындай шаралар жасап едім ғой. Мен қалай өтпей қалдым? Неге бұндай қолдау болмады деген кезде ол кісі маған ашық айтты. Сіздер жас отанда жүріп, тек қана жастар саясатымен айналысып үлкен билікке келем десеңіздер, қателесесіздер. Сіздер өзіңіздің оқып жатқан, білім алған, таңдаған мамандығыңыз қандай? Тарих пәнінің мұғалімі ма? Сіз дәлелдеңіз мұғалім екендігіңізді. Ең үздік мұғалім екендігіңізді көрсетіңіз. Саясат сол кезде сізге жол ашылады деді. Шын, мен бір кезеңде өзіңіз білесіз, жас отаннан түгел кеттім. Мен жас отанның төрағасының бірінші орынбасары болған азамат ретінде өз еркіммен жас отаннан кетем деп сондай не қабылдадым. Ғылым таңдадыңыз. Сосын тұрмыс құрдық, одан кейін PhD-ге түстік, одан кейін аграрлық университетте, Қазақ қыздар педагогикалық университетінде проректор орынбасары, бас ғалым хатшы қызметтерін атқардым. Содан 2012 жылы Назарбаев зияткерлік мектептер алғаш құрылған кезде олар білім методологын, тәрбиеге қатысты бір сондай PhD докторлық несі бар, дәрежесі бар азаматтар іздеген конкурс жариялады. Сол конкурсқа ғылыми жетекшімнің ұсынысымен қатыстым. Сол конкурстан өтіп, басында менеджердан бастап, енді ол жаңа жоба, ол халықаралық деңгейдегі жаңа бір стандарттар, жаңа бір дүние болды. Бұл менің екінші диссертациям деп айтсам, білім саласы, білім беру саясаты бойынша, халықаралық үздік тәжірибені енгізу бойынша. Сосын Назарбаев Алматы қаласындағы қазіргі таңда халықаралық деңгейдегі ең үздік мектеп саналады. Өйткені Сингапурдың балаларымен де білім деңгейлері сапасы жағынан бір деңгейде болған. Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директорлығына дейін сол жолды жүріп өттім кәсіби деңгейде. Бірақ дегенмен саясатқа араласу амбициясы бар ғой. Сіз енді өзіңіз мені жақсы білесіз. Содан 2020 жыл праймериз айтылған кезде біз жолдасым екеуміз Бекзат ағайды сіз де жақсы білесіз, сабақ берді, саясаттанушы, саяси технолог. Ол кісі енді бір бақ сынайтын, өзіңді бір көрсете алатын кезең бұл біріншіден сол праймериз кезеңі деді. Біріншіден біз зияткерлік мектепте білім саласына қатысты мен эксперттік ойым қалыптасты, көшбасшылық қасиеттер қалыптасты. Жалпы бұл білім саласын тәжірибесін таратуға қатысты Медеу аудандарында мектептерге мен есігімізді аштық. Соған байланысты барлық дүниені саралай келе біз праймеризге қатысамыз деп шешім қабылдадық. Мен 24 жасымда емес, 38 жасымда өткеніме шын қуаныштымын. Өйткені біз азаматтық өскендігіміз, жалпы барлық отанға деген сезімдеріміз уже тек қана отан сүйгіштік емес, шын мәнінде аянбай еңбек ету, содан бір нәтиже шығару деген өзінің бір циклдары болады ғой. Сол циклда жетіліп келгеніме мен шын қуаныштымын. Сондықтан біз осындай дүние болды. Білім, мен де қазір жастарға айтқым келеді, кім саясатқа барғысы келеді, бізде қазір енді мына конституциялық реформалардан кейін жол үлкен ашылады. Қазір бір мандаттық негізде келуге мүмкіндік бар, партиялық тізімнен басқа. Бірақ тек қана бір ойлармен жастар саясаты арқылы тағы да басқа дүниемен келем дегеннен көрі өзіңіздің таңдаған кәсіби бағытыңызда шыңдалып, кәсіби біліктілігіңізді, құзыреттіліктеріңізді толық жетілдіріп келген кездегі жасаған жұмыстың нәтижесі менің ойымша өзіңізге де жақсы сезім береді. Және ол халықтың да алғысын алуға бір жақсы мүмкіндік болады. Және біз сол заманға да келе жатқан сияқтымыз, өйткені өзіңнің білім алған еңбек жолыңмен көтерілгенге не жетсін. Бүгін бізден студияда қонақта болған, кезінде алтын белгі алынмаса да қазір төс белгісі бар, парламенттік Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, философия ғылымдарының докторы, мен ерекше құрметтейтін Жұлдыз Сүлейменова. Сізге рахмет. Рахмет.